Сәлеметсіздер ме? Бүгін біз сіздермен терияки соусы қосылған салат жасайтын боламыз. Ол үшін бізге терияки соусы, қызанақ, қияр, аскөк қажет. Ең алдымен жуылған қиярымызды тазалап, екіге бөліп, оны ұсақтап тураймыз. Тураған кезде біркелкі және жіңішке болуына мән береміз. Қиярымызды турап болған соң, қызанағымызды тазалап тураймыз. Оны да дәл ортасынан екіге бөліп, ұсақтап, жіңішке етіп турап шығамыз. Қияр мен қызанақты турап бітірген соң, аскөкті турап бастаймыз. Оны ұсақтап, майдалап турап шығамыз. Аскөгімізді турап біткен соң, салатный листьяны жіңішке етіп турап аламыз. Барлығын турап алғаннан соң, керекті мөлшерде өз қалауыңызға қарай тұзды қосып аламыз. Тұзды қосып, жақсылап араластырамыз. Салатымызға тұз қосып араластырып алған соң, терияки соусын қалауларыңызға қарай қосасыздар. Көп мөлшерде немесе аз мөлшерде қоссаңыздар болады. Соусымызды қосып, салатымызды жақсылап араластырамыз. Салатымызды ыдысқа салып алған соң, әсемдік үшін күнжіт сепсеңіздер болады. Салатымыз осымен дайын, астарыңыз дәмді болсын.